Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге Голливудтың ең шиеленісті және шикі қылмыстық трейлердің бірі Сикарио 2015 жылы жарық көрген фильміне толықтай шолу жасайтын боламыз. Бүгінгі видеомыз қызықты болады деген ойдамын достар, олай болса біз бастаймыз. Фильм басы Кейт пен арнайы топ Аризонадағы бір үйге рейд жасайды. Үй қарапайым көрінеді, бірақ қабырғаларды ашқанда ондағы өлген адамдардың мәйіттерін табады. Құрғақ, сасыған, қабырғадағы тұрып қалған мәйіттер. Сол сәтте бірден бізге түсінікті болады. Бұл жай ғана заңсыз мигранттар немесе есірткі қолданушылары. Бұл өліммен қоректенетін жүйе. Агенттер үйді зерттеп жатқан кезде жарылыс орын алады. Екі агент көз жұмады. Кейт үшін бұл бастамасы ғана, арғы жағында не өзі де сезбейді. Оқиғадан кейін Кейт серу агенті Мэтт Грейвердің тобына қосылады. Командада тағы бір жұмбақ адам бар. Оның есімі Алехандро. Ол үнсіз, сабырлы, бірақ көзінде еш мейірім жоқ. Кейт бұл заңды ма деп сұрайды. Бірақ жауап: біз шекарада жұмыс істейміз. Бұл жақта ақ пен қара деген нәрсе жоқ. Команда миссияға барады. Тапсырма бір есірткі басшысын алып келу. Олар Мексика шекарасынан кіріп, Мексиканың ішінен ауыларалық жолдан кетіп бара жатқан кезде көпірдің астынан өлген мәйіттердің денесін көріп өтеді. Бұл мәйіттерді картелдің жасап кеткен тірлігі деп айтады Алехандро. Олар Мексикадағы ең үлкен полицейский органнан келіп, есірткі басшысын алып кетеді. Жолда олар көлік колоннасымен шекараға қайтып келе жатқан кезде трафиктің ортасына тұрып қалады және қарапайым көліктер арасында қылмыскерлер шықпақ болады. Кадр өте керемет түсірілген, ешкім сөйлемейді, тек терең тыныс алу, тапаншалардың баяу шығарылуы. Алехандро оны бірінші болып меңзейді және картелдің бір-екі адамдарының қолынан қару-жарақты көрген кезде аскерлерге дайын болуын айтады. Екі машинадағы картелдің адамдарын бір мезетте қырып тастайды және картел адамдары өледі. Ақш аскері Мексика шекарасынан шығып кетеді. Кейт осы жерден алғашқы рет түсінеді, мұнда ереже жоқ, мұнда бірінші атқанның тірі қалатынын. Фильмнің ең қорқынышты сәттерінің бірі түнде туннель арқылы операция жасайтын кезде Мэтт пен Алехандро шекара астындағы туннельмен қылмыскерлердің ізінен өтеді. Алехандро бірінші болып топтан бөлініп шығып, ол бір полицейскийдің есірткі тасымалдап жатқан жерінен ұстап алады. Арқасынан Кейт келіп, Алехандроға бұл нәрсеге жауап беруді сұрайды, бірақ Алехандрода уақыт жоқ. Алехандро ойланбастан Кейттің бронежилетіне оқ атып тастайды және Алехандро полицияны алып жолға шығып кетеді. Олар жолда үлкен мафияның басшысына кездесіп, сол мафияның басшысын тоқтатуға талап еткізеді. Полицейский ол мафияны тоқтауды сұрайды. Алехандро 1-2 секунд болмай полицияны атып тастайды және мафия басшысының аяғынан атады. Алехандро мафияға картелдің басшысы Фаустиноға апаруды талап еткізеді. Мафия басшысы амал жоқтан Фаустиноның үйіне алып барады. Алехандроны шын мәнінде ешқандай заң қызықтырмайды. Оның мақсаты өз отбасының өліміне себепкер болған адамнан кек алу. Ол картелдің басшысы Фаустиноның үйіне барып, үйіне кіріп дастарханның басында, бірақ Алехандро кідірмей тамақты жей бер, соңғы рет деп айтады. Фаустино соңғы көз жасымен отбасына қарап, Алехандро еш ойланбастан екі ұлын бірдей атып тастайды, соңында әйелін атып тастайды. Мафия басшысының таң қалып қалғаны, көзінен жас шыққанына байқауға болады. Алехандро соңғы сөзімді айт деп картел басшысына қарап, оны да атып тастайды. Кейт бәрін түсінеді, ол жай ғана бетперде болған. Жүйенің шындығын көріп қойған кезде оған бір қағаз береді. Қол қой, бұл миссия заңды болған растайсың дейді. Ал қаруды Кейттің бетіне тақағанда ол қол қояды, басын иеді. Сикарио бұл тек фильм емес, бұл заманауи соғыстың моральдық шындығы. Кейіпкер әділет іздеген әйел, бірақ ақиқаты оған ұнамайды. Бұл фильм өз ішіндегі көлеңкемен бетпе-бет келу. Кейіпкерлер сөзбен емес, көзқараспен сөйлейді, ал үнсіз ең қатты айқай. Сіздерге бұл фильм ұнады ма? Қай сәтіне ләззат алдыңыз? Комментке жазып, арнаға жазылып қойыңыздар. Келесі видеода кездескенше.